атасы алаш, керегесі ағаш, алтын қасықтай ұл тәрбиелеген, күміс қасықтай қыз тәрбиелеген, қазандары оттан түспеген, азаматтар аттан түспеген, тағдырдың сансынынан сүрінбей төтеп берген, ағында қарасында бауырына басып, төріне шығарған жайсаңда дархан, кең пейілді алаш ұрпағы армысыздар. Бүгінгі қазақ тілі мен әдебиеті апталығының жабылу салтанатына арналған жарқыраған алмас қылыш алдаспан ата жолы жастар менен жалғасқан атты тәрбиелік сайысымызға қош келдіңіздер. Сайысымыз 4 айналымнан тұрады. Поэзия менімен егізбедің, би өнердің төресі, ән көңілдің ажары, салт дәстүрім, асыл қазынам. Бүгінгі сайысқа төрелігін айтатын Әділғазылар алқасымен таныстырып өтейін. Мектебіміздің директоры Досымбеков Айбек орынбасарұлы. Директордың ғылыми әдістемелік орынбасары Байғұлова Қымбат Қыпшақбайқызы. Мектебіміздің ардагер ұстазы ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Сыздықова Бақтыгүл Махметқалиқызы. Мектебіміздің музыка пәні мұғалімі Сүлейменова Анаргүл Серікбайқызы. Биікке қанат сермеген, интернетті меңгерген, спортпенен білімді қатар ұстап тең көрген, біз жастарға сенеміз. Үлкендерді сыйлайтын, ақылыңды тыңдайтын, жаңалыққа жаршы боп тәжірибесін шыңдайтын, біз жастарға сенеміз. Ат тұяғын тай басар, болашаққа жол бастар, көк байрағы қолында жаңа толқын жалғасар. Біз жастарға сенеміз деп, ортаға бүгінгі сайыскерлерімізді шақырайық. Қошеметтеріңіз. Әппақ арман, әр жүректе таңдау бар. Жігер қайрат білімменен шыңдалар. Аруларын қазақтың қарсалайық, қыран құстай биіктерде самғаңдар. Самғау тобын қарсалыңыздар, қошеметпен. Бір-бір үйдің жыр шуағы, пернесі, жиын тойдың топ бастайтын серкесі. Қарсалыңдар қошеметпен құрметтеп, отбасының шамшырағы, еркесі деп, шамшырақ тобы ортада. Қарсалыңыздар. Жалт-жұлт еткен көздері бар қырағы, биік шыңдар мекен еткен тұрағы. Өнер білім асқарында қалықтап, бұл жастардан мұзбалақтар шығады. Алдарыңызда мұзбалақтар тобы. Сайыскерлеріміз сахна сыртына жайғассын, байқаудың бірінші айналымын бастайын. Құпиясы ғашықтардың сақталатын, о поэзия, ынтықпын бір өзіңе, ашайын жыр сандықтың салтанатын. Алдарыңызда Самғау тобының жұлдыз қыздарыңыз, Ербол Бейілхан ақынның көктем өлеңімен. Көктем, төбеден төгген аспан, күн мен айын, тамаша жанға жайлы күннің райы. Ақырын жылжып қана көктем келет, сиқылды жас жігіттің сәулет айы. Аспанда қаз бен үйрек қиқуласып, жерде еңбек ерлері жүр ән шырқасып. Жайраңда қызу байлап, күшін сайлап,
маржандай егін жайға тұқым шашып. Қиқулап құлпыры болған байтақ сәнді дала, тамаша думан тойлы сәнсіз қала. Бәрі де көктен келеді дейді күліп, көктемге көңіл дене құмарлана. Көңілі шат, жүзінде нұр бәрінің де, қайғыдан хабары жоқ кәрінің де. Бақыттың дариясы шалқығандай қарайды қуанышпен алтын күнге. Кел көктем күлім қағып қарсы алайық, арудай аймалайық құшақ жайып. Қосылған сүйгеніне жас сұлудай, көктемім көңілді елге сен лайық. Кел көктем, көңіл қошым, кел тезірек. Көріктім, көзің күнде, көзің жібек. Өмірді нұрға бөлеп, гүлге орайық. Жаннаттай жаһан жиһазыңды бер тезірек. Бір екі. Келесі Шамшырақ тобынан Махаббат қызымыздың Төлеген Айбергеновтың ана өлеңімен қарсы алыңыздар. Арманымды ақтарымға, жүрегімде тербесен, айға сіңілі, қарындассың қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем, сенді қуат, мың есе артық жердік тарту күшіне. Сұлу әлем сұлу сен жаратқан адаммен, көк жолының қарсылығын қалып тастап барам мен. Сенді қуат, олар бәлкім баслайды көк маған, әр кез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт болып қалмас үшін шар құрады жүрегім. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көп есен. О аналар, кей басықты жаратасың неге сен? Тас бауырлар дүниеге келсін де, тез кетсін де, әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен, өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаға да сен керек. Кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғаламда. Пікірімді ұнатпаған таптықта деп дананы. Даналықтың қажеті жоқ, сыйлау үшін ананы. Рахмет. Келесі Мұзбалақтар тобынан Ерғали ұлдарыңыз Мұқағали Мақатаев, бақыт деген немене осы немене? Мұқағали Мақатаев, бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі? Бақыт деген не өзі деп басынан тұтып таласты. Бірі оны үйден іздеп, бірі қырдан әресті. Бір айтады, бақыт деген барлық, байлық емес пе? Керегінше киіп ішсең бақыттысың демес пе? Бір айтады, жоқ, бақыт деген қолың жетпес мәнсап қой. Жұрттан көрі жүрсің керек, соның өзі жақсат қой. Бір айтады, бақыт деген жеріңді той тойлау. Ісің болмай күйбеңмен қарын тойса, қар тойлау. Бір айтады, бақыт деген адал жар мен перзент қой. Ындымаққа ырыс келген, ол да соған ермек қой. Пікірлердің таласына мен осылай жолықтым. Бақыт адам баласына келмес оңай соқтым. Безбеймін мен баладан да, байлықтан да, жардан да. Маңызам жетпес бар адамға үлестіріп алғанда. Үміт үзбей іздейді олар таң
оны қалсаң іздемең, жүректен тап бақытты. Рахмет. Өнер деген сахнаның киесі, шарайыды нағыз талант иесі. Жылжыса да заман ғасыр кемесі, қара жорға қамажай қазақ биі төресі. Олай болса, Самғау тобының қазақ биін тамашалайық. Келесі Шамшырақ тобының би өнерін тамашалаңыздар.
Мұрам сен меніңде. Алдарыңызда сайыскерлеріміздің ән шашуын тыңдайық. Поддержим, дайте.
той думанға жол ашқан. Алдарыңызда Самғау тобының қыз ұзату дәстүрін тамашалаңыздар. Салт дәстүрден бабамның сырымдығын, бізге неге үлгісі бұрынғының. Саукелеміз алтындай қазынамыз, салауатын асырған бұрымдының. Қараңыз, аталымы құдіретін, қызы киіп, ибамен бүгілетін. Саукелеміз анасының қолымен тігілген, ортамызға қабыл алайық. Еркегіз қарайлама артына, адал жұртың жолықсыншы талқына. Ақ батасын қариялар берсін деп, қолды жайып, қолға салдым халқыма. Ал енді Ақерке қызымыздың жолына өзінің ақ тілегін, ақ батасын жеткізу үшін ортаға Ерғали атамыз шақырамыз. Ал қолдарын жайыңдар, қызым барған жерде қастай батып сулайсың, бақытты болыңдар ау бөлім. Аумин ата, батаңыз қабыл болсын. Уа ағайын, бір ақ тілек, ақ жүрекпен сұранар. Алладан соң тапсырдық сізге құдалар. Жаратсын Алла өмірлерін ұзатты, үкідей қылып қызымызды ұзатты. Сіздің үйге бақ береке әкелсін, Барса бағын жағында шырақ қып. Мұрындық деген қандай дәстүр деп ойлап отырған шығар қайбір кісілер, иә? Қазір өздеріңіз куәсі боласыздар. Ассалаумалейкум. Шамшырақ ауылы осы ма екен?
Иә да, қымыз мұрындыққа шақырған шамшырақ ауылы біз боламыз. Төлетіңіз. Бәрі келді. Қош келдіңіз, ата. Самандасау, қалай келдің? Ауыл аман ба? Аман есен жеттіңдер бе? Жеттім. Ал айналайын келдер, барып қымыздарыңды дайындай берсеңдер болады. Әже, осы қымыз мұрындық деген қандай дәстүр? Айналайын құлыным-ау, ежелден бері біздің қазақ халқы ерте жайлауда жаз шыққан кезінде сол өздерінің биелерін байлап, биелерін сауып, одан сүтін 2 күн бойы ашытып, сол ашыған сүттен дайын болған қымызды осы ауылдың үлкендеріне, ақсақалдарына және өздерінің көрші қолаңдарына таратады екен. Яғни мынау қымыздан дәм ауыз татсын деген ниет қой сол баяғы. Және де бұл дәстүр арқылы біз қазақ халқының өзінің жомарт, мәрт екендігін байқай алады екенбіз. Әже, сонда қымыз мұрындық деген ежелден келе жатқан дәстүр ме? Айналайын, бұл біздің бұрыннан әу бастан келе жатқан дәстүріміз. Мысалы, сенің мына 2 жеңгең сенің атыңды атамай еркем, үкілім деп атайды ғой. Бұл да дәл сол сияқты бұрыннан келе жатқан біздің дәстүріміз. Әже, түсіндім сізді. Үлкендері осы батамды айтайын. Құдай жол қалсын, бай қалсын, бақ қалсын, өздері қалсын. Сол кезде қадар дарасын бізге мал жүрсін. Сол кезде бізге келбе жүрсін, және ұзақ өмір жүрсін, және қайырлы таң бізге жүрсін, Әмин. Қымыз мұрындық салты бойынша сіздерге де біздің балдай қымызымыздан дәм татуды ұсынамыз. Сәлемсіз сөз бастамас әлемде ешкім. Алланың хақ жолды ұйғарғандар, пайғамбар сүннетіне иланғандар. Жалпыңызға ағайын сәлем бердім, сәлем алып жүректе имандаңдар. Балбаланың шашуы деген қазақ, шығын шығып кетеді деп қиналмаңдар. Қуанышқа қуаныш құтты болсын, бүгінгі мынау 18-ші мектеп әулетіне келін түсіздеп жиналғандар демекші. Ал сізден рұқсаттарыңызбен бүгінгі үкілеп алып келген келінімізді ортаға шақырсақ. Әсерлі әнмен әуенмен. Кеттік. Рахмет. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен бүгінгі беташарымыз бастасақ. Бір екі.
тарақтары, бұл ерғали өлең сөзді сабақтады. Бүгінгі келіңдер құтты болсын, белгілі 18-ші мектептің ұрпақтары демекшімін ағайын. Айт келін ау, айт келін, аттың басын тап келін, жұмыртқадан ақ келін, періштеден пәк келін, ата-анаңның жолы сол, еріңнің көңілін тап келін, елісіне үлес қос, аймағына жақ келін, келді келін қалағын. Ай, рахмет, ендіші. Айналайын Келінжан, осы әулеттен өткен бұрынғы ата-бабаларыңа қос сәлем салуы бар. Ай, бәрекелді. Айт келін ау, айт келін, аттың басын тап келін, жұмыртқадан ақ келін, періштеден пәк келін, ата-анаңның жолы сол, еріңнің көңілін тап келін, елісінде үлес қос, аймағыңа жақ келін, келді мынау қуанышқа жиылған, бүгінгі осында отырған барша қазақ тілі әдебиет мамандықтарына қос сәлем салайық. Hadi gelin, muzika. Hey bereketler. Айдай келін, асыл келін, осындағы аталар мен апаларға қос сәлемді сал келін айналайын. Келіңіздер. Музыка. Келіп отыр бұл тойға үлкен кіші ағасы, орынды бөлек бірақ бау, қуанып отыр нағашы. Келіп отыр нағашы, үйленген соң баласы, нағашының әрқашан биік болсын бағасы деп ағайын Келінжан жалпы нағашы жұртқа қос сәлем салып барады. Қайнаға кетсем жарасар, жаңаға кетсем жарасар, қиналғанда қысылып, көмегін беріп қарасар, халқыңа әдеп данасың, еліңнен алғыс аларсың, осында біле
Ахмет Қалиевна, Анаргүл Серікбайынаға жұп сәлем салуға аламын. Қанекей! Қош еңбектеріңізбен! Рахмет, бүгінгі әулеттің ұландары, ұрпақтары бүгінгі осымен біздің беташа тойымыз өз мәресіне жетті. Енді осы бүгінгі келініміздің асыл енесі мынау Құралай Әсетовнан шақырып, келіннің бетін аштырсақ, бірінші кім бетін ашса, келін соған тартады деген. Келіңіз. Шапалақтарыңыз қайда? Беттен сүйме, беттен сүйген адам бар өзі. Беттен сүймеңіз. Ай, рахмет. Ал ендеше біздің қазақтың үлкен салты бар, ырымы бар. Салттан да, ырымнан да таймаған қазақпыз. Сол себепті мынау бүгінгі әділ бауырымыз үйленбеген екен. Сол осы той жұғысты болсын, құтты болсын деп, мына әділге келесі жол әділ үйленсін, әділдің беташағына келейік деп, мына орамал әділге өрмекші. Сіздерге рахмет, бүгінгі осы аяқталды. Сайыскерлерді ортаға шақырайық. Құрметті сайысқа қатысушылар, көрермендер, бүгін қазақ тілі апталығының жабылу салтанаты, сонымен қатар Наурыз мейрамы жаңа жылдың басталуы қатар келіп отыр. Барлықтарыңызды құттықтаймын, өте керемет әсер алдық. Бұндай болады деп күткен жоқпыз, шын айтсақ, акт залына келе жатқан кезде. Бізде енді Абай Құнанбайұлы айтады ғой, бір 19 ғасырда жазып кеткен екен. Интернетта оқып жүр, талай қазақ баласы, балам закон білді деп қуанар ата-анасы, ойында жоқ олардың шариғатқа шаласы деп. Ынсапсызға не керек, істің ақпен қарасы, яғни білім алып жүр дейді балалар, бірақ салт дәстүр, шариғат, адами құндылықтар қатты қызықтырмайды деп. Ең бастысы мансап қусам, ақша тапсам, сонда өзінің пайдасын ғана ойлайды дейді. Бұл жерде айтқысы келген, яғни біздің білім ол бір бөлек, қазіргі уақытта ол өте қажет. Бірақ сонымен қатар елге пайдасы тимесе, өзінен артылмаса, ол білімнің қоғамға, мемлекетке, халыққа қандай пайдасы бар. Ал олардың енді пайдасы болу үшін біздің ұлттық құндылықтарымыз, салт дәстүріміз, шариғатымыз өте маңызды. Сондықтан сіздердің бүгін соны жандандырып, біздің ішіміздегі сол ұйықтап жатқан кейбір сезімдерді оятып, келешек ұрпаққа мен сенемін, бұндай ұстаздар өсіп келе жатқан ұрпаққа тек қана білім ғана бермейді, осындай керемет адами құндылықтарды да ішінде жаңғыртады деген сезімдемін. Кейбір қарындастарымыз болашақтағы тойға психологически бір дайындықты өткізіп қойды. Өте керемет әдемі ұстаздарымыз бар екен. Енді карантиннан кейбіріміз енді танысып жатқан сияқтымыз өмірімізде. Сол үшін рахмет айтқым келеді. Бата айтқандарыңызға өте әсерлі болды. Енді марапаттауға рұқсат етіңіздер. Таңда өте қиын болды, барлығы өте керемет өнер көрсетті. Сондықтан біз номинация бойынша орын беруге шештік. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің 18-ші орта мектебі тілім қазақ, ділім қазақ, мен қазақ, қазақ тілі қасиетті, бұл ғажап, қазақ тілі мен әдебиеті пәні 10 күндік аясында өткізілген Алмас Қылыш Алдаспан ата жолы жастар менен жалғасқан атты жас мамандар сайысына қатысып,
жүлделі бірінші орын алған Самғау тобы, ерекше сахналық көрініс Самғау тобы бірінші орын. Жарқыраған алмас қылыш алдаспан ата жолы жастар менен жалғасқан атты жас мамандар сайысына қатысып, жүлделі бірінші орын көрермендер көзайымы және Шамшырақ тобы.